Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен дейтін қалай обложка жасау керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін PicsArt жазып алу керек. PicsArtпен істей беруге болады. Осылай болады. Плюсты басамыз астындағы. Басқаннан кейін нәтижесін мынаны фотоларыңыз тұрады. Сосын пустой таңдайсыздар. Мына жағына мен жасағандарым солар тұрады. Мына пустой деген таңдайсыздар. И пустой таңдап болғаннан кейін мына жерде бірінші YouTube 19-да дегенде не қойғызады. В общем, қазір мына жерде астынан басасыздар. Сосын міне в квадрат деп тұр, соны басасыздар. Басқаннан кейін олар 16-та 9 деген не істейді. И осыны таңдайсыздар, мына үстіндегін басасыздар. Қазір басылады. Басқаннан кейін добавить фото. В общем, мына жерден нені де таңдауға болады. Фондар, міне үстінде тұрған фон. Немесе мына жерден фотоңызды аласыздар. Мысалы мынаны алам. И сосын добавить деген басасыздар. Міне осылай тұрады. Негізі бұл жерде бүйтуге болады. Қазір мына жерде міне мына үстіндегі тұр ғой. Осыны басып, мына жерде міне персон дегенді басып, тек осыны таңдай алады. Осыны в общем қиып алады ғой. Мысалы міне мен осыны басайын. Сосын міне қараңыздар, в общем қазір. Міне қазір осылайынан үстіне істейсіздер. Көзде мынаны алып тастайды. В общем солай істеуге болады. В общем немесе қайттан вернут. Все, осылай ғой. В общем осылай қайтарып алады. Сосын осыны істеп болғаннан кейін тағы да басқа нәрселер бар. Стикер, текст, сосын бір заттар әйтеуір. Сондай бір нәрселер бар. Қайттан фото қойса болады, екінші фото. Форма бар, значит. Сосын бір зат салуға болады. Мына жерде сосын мынандай зат бар қазір. Осындай. Мысалы мына аламыз. Что-то свет дұрыс болмай жатыр ау. Достар, в общем, солай любой зат істей бересіздер ғой. Үстіне қойып тастадым мынаны. Немесе мынау. В общем, солай ғой, в общем, достар. Бумага, солар ғой. Міне байқап тұрсыздар ма? Міне мысалы осыны таңдаймыз. Мына басамыз үстіндегін. Сосын міне үстінде көрініп тұр ғой мынаны. Міне үстінде тұр ғой мынаны. Осылайынан істеуге болады. В общем, солай достар, бүгінгі видео бітеді. Давайте, достар.